Барлықтарыңа сәлем достар. Сендермен бүгін мен Зеп. Біз бүгінгі видеода телефонға арналған ең мықты ойындар жайлы айтатын боламыз. Достар, бұл әшейіннен емес. Мен зерттедім. Мен қарайтын адамдардың көп бөлігін телефоннан көргендіктен мен телефонға арналған ойындар жайлы айтамын деп шештім. Егер де сен менің компьютерге арналған топ ойындар шығарғанымды қаласаң, комментарийге жазып кет. И заодно тіркеле сал. Біз бастаймыз. Ескерте салайын, қазір мен айтатын ойындар өте ауыр ойындар. Бұл ойындар ПК ойындарымен қатарлас. Егер телефоның микроволновка болса, бұл видео саған емес. Ал егер бәрі норм болса, біз жалғастырайық. Бірінші ойын Genshin Impact, ашық әлеміндегі RPG. Genshin Impact бұл үлкен ашық әлемі бар аниме стиліндегі RPG. Ойынның графикасы консольдік деңгейде, ал физикасы өте шынайы. Көптеген кейіпкерлер, сиқырлы шайқастар және мықты сюжеттер бұл ойынды ерекше етеді. Бірақ бір кемшілігі бар. Телефоның қуатты болмаса, лаг болуы мүмкін. Екінші ойын. Егер сен мрачный атмосферасы бар RPG ұнатсаң, онда Diablo Immortal дәл саған арналған. Ойынның графикасы өте сапалы, ал шайқас механикасы динамикалық және қанық. Сен түрлі кейіпкерлерді таңдап шын перілерге қарсы соғыса аласың. Бірақ ойын интернетте тұрақты қажет етеді. Оффлайн ойнай алмайсың. Үшінші ойын Call of Duty Warzone Mobile 2024. Нағыз экшен. Бұл ең мықты мобильді шутер. Warzone Mobile толыққанды корольдік шайқас. Яғни үлкен картада 120 ойыншы тірі қалу үшін күреседі. Графикасы консоль деңгейінде, механикасы өте шынайы. Call of Duty жанкүйерлері үшін бұл тамаша нұсқа. Бірақ ойнау үшін қуатты смартфон қажет. Ойын 2024 жылы шықты. Бірақ қазірдің өзінде өте керемет графика. В общем, менің тізімім саған ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сендермен болған мен Зеп, сау болыңыздар.